Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлнар. Сіздерге күшті блиннің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін блинға қажетті құрамды толығымен описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Осы YouTube каналымда аптасына 2 рет жаңа рецепт шығарамын. Сол үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелу үшін осы видео астындағы подписаться кнопкасын бассаңыздар жеткілікті. Ал енді блинді жасауға кірісеміз. Ең әуелі бізге керегі 3 жұмыртқа. Осылай жұмыртқаны жарып, аздап шайқап аламыз. Келесі кезекте біз 3 ас қасық қантымызды қосатын боламыз. Осы қоспамызға тұзды сеуіп және араластырамыз. Ендігі кезекте 200 грамм ұнымыздың 100 граммын илеуіштен өткізіп, жақсылап араластырып, одан кейін 200 мл сүтті құйып араластырамыз. Енді қалған ұнымызды қосып, тағы да араластырамыз. 100 грамм қалғаны бұл. Соңынан 3 ас қасық сұйық майды қосуды ұмытпаймыз. Осы уақытта қайнаған 200 мл суымызды қосып, барлық қоспаны осылай шайқап отырып араластырамыз. Барлығын толығымен араластырып болдық. Енді қызып тұрған табамызға аздаған майды сеуіп отырып, енді блинді пісіреміз. Осы рецептпен жасасаңыздар, қыздар күшті шығады. Сіздерге кеңес етемін, жасап көріңіздер. Барлық блиналарымды пісіріп болдым. Қыздар өте керемет, дәмінде сөз жоқ, жұмсақ осындай блиналар шықты. Егер де сіздер де осы рецептпен жасасаңыздар, отбасыларыңызды қуантасыздар деген ойдамын. Осы рецептпен алдағы уақытта жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер де осы блинді мен көрсеткен рецепт бойынша жасап жатсаңыздар, комментарийға жазып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!